Ассалаумағалейкум, ардақты, құрметті және қадірлі қазақ елі. Менің есімім Тәттібек Жәнібек Рысбекұлы болады. Мен Қазақстан мемлекеті Қарағанды облысы Балқаш қаласының тумасымын. Менің өзімнің каналды ашқан себебім, яғни өзімнің елімнің дамуына үлес қосқым келеді. Сол себепті мен өз каналымды аштым. Негізінен біздің мемлекет жер көлемінен әлем бойынша 9-шы орында. Ойлаңыздаршы, барлық жер шары бойынша жер көлемінен 9-шы орында. Яғни топ 10-қа кіріп тұрып қой, былайша айтқанда. 18 миллион халқымен, оның бір 15 миллион қазақ шығар. Оның бәрі бостан бос емес. Алысқа кетпей қойық, осы әлемді дүр сілкіндірген екінші дүниежүзілік соғысында, яғни Ұлы Отан соғысында КСРО-ның астанасын аман алып қалған бір қазақ болса, екінші қазақ сол соғыстың нүктесін қояды. Яғни Волоколамское шоссе деген кітап бар. Оны жазған орыс жазушысы Александр Бек деген кісі. Сол Александр Бек біздің Бауыржан Момышұлы ағамызға келеді да, сол кісіден рұқсат сұрайды. Осы Мәскеудің астында болған соғыс туралы және сіз туралы кітап жазсам рұқсат етіңізші. Сол кезде Бауыржан Момышұлы ағамыз айтқан, осы мен белімдегі қылышты көріп тұрсың ба дейді. Иә, көріп тұрмын дейді. Егер сол кітаптың бір сөзі өтірік болса, осы қылышпен қолын шауып тастаймын дейді екен. Сөйтіп екеуі келісіп кітап шығарған. Неге Волоколамское шоссе? Себебі Мәскеуге тура басып кіретін үлкен жол, ол Волоколамское шоссе деп аталады. Сол жолмен немістер Мәскеуге басып кірейін деп атқан ғой. Бүкіл жерді жаулап, Мәскеуге енді басып кірейін деп атқанда, Алматыда, назар аударыңыздаршы, Алматыда дивизия құрылады. Ол мен сияқты, сіз сияқты қарапайым адамдардан, военныйлардан емес, дәрігерлерден, мұғалімдерден және техниктардан, механиктардан, сөйтіп қарапайым халықтан 6 ай оқытады да, алады да фронтқа қойып қояды. Сол дивизияның командирі қылдырып, біздің ағамыз Бауыржан Момышұлын қойып қояды. Ал оның одан жоғары қылдырып Панфилов мырзаны қояды. Сол кезде Бауыржан Момышұлы Панфилов мырзаға айтады екен, өлсем де берілмеймін дейді. Сол кезде Панфилов мырза, жоқ, сен өлме, сен тірі қалып немістерге қайта шабуыл береді. Сол кезде жаңағы немістер келе жатыр, осылай фронт тіс қойған, командир Бауыржан Момышұлын қойған. Сол кезде немістер осылай фронт тез өтеді, 2-3 жерден тез өтеді, сөйтіп артта немістер, алдыда немістер, сөйтіп екі ортада қалып қойған Бауыржан Момышұлы өзінің адамдарын жинап алып, артынан айналып, алдыларына қайттан фронт қояды екен. Немістер ол фронт қайтадан бір 3-4 жерден тез өтіп, қайттан екі ортада қалып қояды. Адамдарын жинап алып, алдына барып, қайтадан сөйтіп құрып қояды екен. Сөйтіп Бауыржан Момышұлы 5 рет қоршаудан шығады екен. Сөйтіп көп уақыт өтеді. Сол уақыттың арқасында басқа жақтардан да күштер қосылып, жиналып, барлығы сол немістерді қайта Мәскеуден Берлинға дейін жаяу қуады екен. Сосын ол кезде Мәскеудегілердің бәрі жаңағы қаш кеткен ғой, ойлаған ғой, біттік, жеңілдік деп. Және де тағы да бір Рахымжан Қошқарбаев сол Берлинде Рейхстагқа ту тіккен, оны өздеріңіз де білесіздер, біздің қандасымыз Рахымжан Қошқарбаев ағамыз. Әлия Молдағұлова 17 жасында майданға өзі сұранып барады екен. Ойлаңыздаршы. Сөйтіп 18 ол көптеген фашисттардың көзін жойып, мерген болады. Керемет снайпер болады. Бірақ 18 жасында неміс офицермен рукопашный бойда кездеседі екен. Сөйтіп
өз жарақат алат, бірақ сол жарақатқа қарамастан немістің офицерін мерт қылады екен. Бірақ алған жарақаты тым ауыр болады да, сол жерде қаза болады. Бірақ оның алдында өзінің туған әпкесіне хат қалдырып кетеді екен. Көрдіңіздер ме қандай батыл әрі қайсар болған. Талғат Бигелдинов. Ол кісі летчик штурмовик болған. Ал штурмовиктарда приказ бар. Егер олар штурмовиктар деген андай самолет қой, олар ұшып келе жатады да, жаңағы жерлерге бомбаларын тастайды да, одан кейін артқа қайтады. Бірақ оларда приказ болады, егер немістердің истребительдарын көрсе, міндетті түрде қашу керек деген. Себебі қарсы тұра алмайды. Сөйтіп Талғат Бигелдинов өзінің взводымен шабуыл жасап қайтып келе жатқан кезде артынан бір немістің истребителі ілеседі екен. Сөйтіп келе жатқанда біреуін ат тастайды, екіншісін ат тастайды. Сөйтіп бәрін жойып келеді, жаңағы Талғат Бигелдинов жалғыз қалады екен. Ұшып келе жатыр, сол кезде Талғат Бигелдинов түсінеді, осылай жалғаса берсе жақсылықпен аяқталмайтын, содан кейін алады да шабуыл беруге өзі шешім қабылдайды. Сөйтіп ұшып келе жатыр, дәл артынан ұшып келе жатыр, енді жетіп қалған кезде алады да бір маневр жасайды да, сөйтіп жаңағы немістің истребителі дәл алдына түсе қалады екен да. Сөйтіп алады да өзінің штурмовигіндегі автоматымен атып түсіреді екен. Бірақ жаңағы немістің истребителінің ұшқышы керемет опытный болған ғой. Жерге түсіп баратқанда катапультироваться етіп аман қалып қояды екен. Оны жаңағы ұстап алады, сол жеріне тұтқынға алады СССР-дің солдаттары. Ол жайлы Талғат Бигелдинов білмейді, өзінің частина қайтып келеді, ұшып келеді, ешкімге не болғанын айтпайды. Құр өзімен жүрсе, кешкісін оны штабқа шақырып отыр дейді екен. Штабқа келсе, жоғары жаңағы полковниктар, генералдар жиналып алған ғой. Сөйтсе, жаңағы не болды деп сұрайды. Талғат Бигелдинов бәрін айтып береді, қалай болған. Сөйтсе, ол жаңағы ат түсірген ұшқыш немістердің керемет бір опытный бір несі болған ғой, летчигі болған, ұшқышы болған ғой. Оны қаншама таямай жүрген екен соны. Сол кезде жаңағы немістің ұшқышы айтқан ғой, осылай мені атып түсірген кім екен, мен көрсетіндеші, соны көргім кеп тұр деді. Сол кезде айтқан, жоға кетіп барсен түрмеге бар деген. Сол Қасым Қайсенов біздің қандас ағамыз, біздің енді өзіміздің қазақ қой, жазушы әрі жаңағы Украинаның жерінде партизанский қимылды басқарған. Ол кісінде де атағы мықты. Оның лақап аты Вася партизан деген болған. Қасым Қайсенов. Жаңағы атап өткендей, Волоколамское шоссе деген кітап оқуға тұрарлық кітап негізі. Соғыс, ұлы отан соғысы, яғни Мәскеудің астындағы соғыс қалай болғанын білгілеріңіз келсе, сол кітапты оқуға сізге кеңес беремін. Оның бәрін мен не үшін айтып жатырмын? Біз өзіміздің рухани құндылығымызды түсіну үшін. Енді қараңыздаршы, біздің ата-бабаларымыз бізге осындай кең әрі бай жер қалдырған. Біздің аталарымыз сол жерде мемлекет көтерген. Біздің ағаларымыз сол мемлекеттің егемендігін сақтап келе жатыр. Енді біздің міндетіміз жастар ретінде осы мемлекетімізді нығайтып әрі көркейту. Ол біздің міндетіміз қазіргі жастардың. Біздің
Былай қараса, әлемде ең мықты деген 3 мемлекет бар, иә? Ол ақш, Қытай, Ресей. ақш, Ресей және Қытай. Сол әлемдегі ең мықты мемлекеттердің үшеуінің екеуі біздің көрші болып келеді, яғни Ресей мен Қытай. Ғасырлар бойы, жылдар бойы біздің жерге қызығып, бізді басып алғысы келген. Олар күшпен басып алғысы келген. Тағы да саяси жолмен бізді басып алғысы келген, бірақ сонда да біз ол өзіміздің егемендігімізді осы уақытқа дейін сақтап келдік. Ешкімге тәуелді емеспіз. Егер орыстар өздерін аюмыз десе, ал қытайлар өздерін айдаһармыз десе, біз қазақтар қасқырмыз, көк бөріміз. Қасқырдың басқа аңдардан ерекшелігі ол қаншама жерден оны қоршалаған болса да, ол ең соңғы ақтық демі қалғанға дейін берілмейді. Сондай мінез бізде де бар. Енді менің сіздерге жеткізейін деген ойым. Еліміздің ертеңі қазір жастар біздің қолымызда. Мен жеке өзім елімнің дамуына деген үлес қосуға тырысам. Және қалғандарын баршаларыңызды осыған шақырам. Назарларыңызға рахмет. Әлі де осындай әсерлі видеолар шығаруға өз каналымда тырысам. Тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар. Әрі қарай қызықтырақ болады деп ойлаймын. Қош және сау болыңыздар.